Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін стрипсы дайындаймыз. Тауықтың етін ұзыншалап тураймыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз саламыз. 1-2 түйір сарымсақты майдалап тураймыз, яғни чеснокты. 2 ас қасық қаймақ немесе майонез салып араластырамыз. 1 жұмыртқаға аздап қана тұз қосып араластырамыз. Жұмыртқа үгітілген нан ұнтағын дайындап аламыз. Алдымен ұнға ұнатамыз. Одан кейін жұмыртқаға. Соңында ұнтақталған нанға ұнатып, формамызға саламыз. Артық оның қағамыз. Жұмыртқаға одан кейін нан ұнтағына салып, аударып, формамызға саламыз. 200 градуста 20-25 минутқа пісіреміз. Кептірілген нан ұнтағын жүгері хлопьясымен алмастырсаңыз да болады. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраудың суретін басып қойыңыздар.